Сәлеметсіздер ме, оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлері. Мен бүгін сіздермен видео сабақты қалай ұйымдастырып, талапқа сай өткізуге болады, соны айтқым келіп тұр. Өйткені сіздер сабақтарыңызды әркім өзінің шамасына қарай түсіріп жіберіп жатырсыздар. Бірақ сабақты жүргізбес бұрын сабақты қалай өткізгенім дұрыс, тақырыпты қалай білім алушыға қысқада түсінікті жеткізуге болады, кері байланысты сабақ басталғаннан сабақ аяқталғанша қандай әдістерді қолданып ұйымдастырамын, сабақ тақырыбына байланысты қарапайым тапсырмадан бастап күрделі тапсырмаларды қалай құрастырсам екен, осы тапсырмаларға байланысты бүгінгі сабақты бағалау критерийлерін қалай таңдап аламын, білім алушыларды нақты көрсеткен білімдерін қалай бағалаймын, сабақты қалай қорытындылап, бүгінгі менің сабағымды білім алушылар қалай бағалайды, рефлексияны қандай әдісті қолданып жүргізгенім дұрыс, деп өздеріңізге сауал қойып көрдіңіздер ме? Бүгін оқыту семинарын босқа өткізейін деп отырғаным жоқ. Сіздер жіберген алғашқы 12 сабақтың 6-ы ғана облыстық оқу әдістемелік орталыққа қабылданды. Апта сайын 6 сабақтан жіберемін, бірде-бірі қабылданбайды, қайтып келеді. Жекелей оқытушылардың личкаларына түзету өзгеріс енгізіп, қайта жібересіздер ғой деймін. Сабақты түзетіп жібермейді. Қазіргі пандемия кезінде әр оқытушыны осы сабағына қарап, қалай жұмыс істейтіндігін, бетпе-бет оқу үрдісінде қалай сабақ өткізгендеріңізді бағалауға болады. Сондықтан сабақ әр оқытушы мен өндірістік оқыту шеберінің айнасы. Сіздердің бет әлпеттеріңіз айнадан қалай көрінсе, жұмыстарыңыз да солай көрінеді. Сіздер білім алушыларды іздеп, оны интернет желісіне кіргіздім, ана студентті таптым, ата-анасымен сөйлестім, тағы сол сияқты, олар күнделікті сіздер әдетке айналдырған іс-әрекеттеріңіз. Ал сабақ сіздердің күнделікті жеп жүрген нандарыңыз бен осы колледж құдығынан ішіп жүрген суларыңыз, яғни ай сайынға алып жүрген айлықтарыңыз. Кейінгі сабақтарда сол бір кемшіліктер. Сондықтан бүгінгі семинар барысында кім сабақтарын түсіріп жіберген болсаңыздар, көз алдыларыңызға өз сабақтарыңызды елестетіп отырып, өз сабақтарыңыздың қаншалықты талапқа сай екеніне көздеріңізді жеткізіп, сабақтарыңызды өздеріңіз дұрыс бағалап көреді деген ойдамын. Бірінші бетте колледждің толық атауы, мамандықтың шифрымен атауы, біліктіліктің шифрымен атауы. Егер модульдік технология бойынша сабақ жүргізетін болсаңыз, кәсіби немесе базалық модульдің кодымен атауы, сабақ өтетін тобыңыздың нөмірі, пәніңіздің аты, оқытушының аты жөні тегі. Негізі оқытушының аты жөні тегі жазылып тұрса, онда айтып таныстырудың да керегі жоқ. Өйткені сіз оны титулдық бетте көрсеттіңіз. Көпшіліктеріңіз тақырыпты өздеріңіз оқып айтасыздар, мақсаттарында өздеріңіз анықтайсыздар. Мен сіздерге ылғи да семинар өткізген сайын айтамын. Қазіргі жаңа әдістеме бойынша сабақтың тақырыбын сол тақырыптағы негізгі ұғымға байланысты видео көрсетілім көрсету, ребус шешкізу, суреттер беру, кроссворд шешу арқылы да табуға болады. Ол әр оқытушының ұшқыр қиялына, ойлау қабілетіне, интеллектісіне байланысты. Бүгінгі семинар сабағымызға көшпес бұрын тақырыбын анықтап алсақ, сіздерге кроссворд берілген. Бірінші сұрақ: оқытушылар сабақ кезеңдерінде жұмыс түрлерін ұйымдастыруда жиі қолданады. Екінші сұрақ: білім алушының зейінін сабаққа аудару үшін қолданылатын әдіс. Үшінші: білім алушылар білімін есепке алу. Адам баласы өмір бойы жоғалтпайтын бағалы қасиет. Бесінші: педагогқа және анаға тән ерекше қасиет. Мына сіздерге көрсетілген кроссвордтың сызбасында сіздерге қара қалың сызбалармен көрсетіп қойған. Сол жерде жалпы бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шығады. Бүгінгі оқыту семинарының тақырыбы сабақ оқытушы қызметінің айнасы. Сабақтың оқу мақсаты тақырыпқа сай алынуы керек. Тақырыптағы негізгі қандай ұғымды түсіну қажет, соны аласыздар. Ал смарт мақсат, бұл оқу мақсаты негізінде қойылған мақсат нақты, өлшене білетін, әрекетке негізделген,
қол жетімді және уақытпен шектеулі, белгілі бір нәтижеге қол жетімді болады. Барлық оқытушылар сабақ түрлерін, оның құрылымдарын, сабақты жүргізу әдістемесін, сабақтың әр кезеңінде ұйымдастырылатын жұмыстың түрлерін, жұмыс формаларын ұйымдастыруда тиімді әдіс-тәсілдерді таңдауын, тақырыпқа байланысты тапсырмаларды ең қарапайымнан күрделіге қарай құрастырып беруді, сол тапсырмалар арқылы білімдерді бағалау критерияларын құрастыруды, сабақта бағалауды жүзеге асыруды, сабақты қорытындылап, өз сабағын талдап, сараптама жасауды білмейді. Бес саусақ бірдей емес деген қазақ халқының нақыл сөзінде айтылған. Ал жан-жақты білімді, мәдениетті дамыған, ізденіспен жұмыс істей алатын шығармашыл, кәсіби маман болу үшін біз заман ағымынан қалыспай, күнделікті өзіміздің білімімізді жетілдіріп, дамытып отыруымыз қажет. Мамандықтар бойынша модульдік оқу технологиясын меңгеру, жалпы білім беретін пәндер бойынша жаңартылған білім беру мазмұнын оқыту, IT технологияларды сабақтарға енгізу туралы күнделікті айтылып кетіп жүрсе де, біз құлақ салып мән бермедік. Аяқ астынан карантин келгенде, қашықтан оқыту технологиясын енгізіңдер дегенде, біздің сауаттылығымыздың қаншалықты екеніне көзіміз жеткендей болды. Сол сияқты жаңартылған білім беру мазмұнына біз әлі көшкен жоқпыз десек те, талап сол жаңаша болып жатыр. Яғни соған дайындықты күшейтуіміз керек. Блум таксономиясы негізінде жеңіл тапсырмадан басталып, күрделі тапсырмаға бағытталуы тиіс. Тақырып бойынша осы тақырыпты толықтыру үшін сіздер сілтемелерді, дерек көздерін, қосымша әдебиеттерді, видеолар ссылкасын беруге міндеттісіздер. Сол себептен алғашқы тапсырмаларыңыз барлығы орындай алатындай болу қажет. Келесі тапсырмаларыңыз тек білу мен түсінумен шектеліп қалмай, білімдерді қолдана алатындай тапсырма беру керек. Онда тапсырманы көпшілігі орындайды, ал тапсырмада берілген ұғымдарды талдап, зерттей алатындай болса, оны кейбірі ғана орындай алады. Қараша айында да оқыту семинарын өткізгенде, сабақ басталар алдында білім алушылардың алдында бағалау критерийларыңыз бен бағалау парақтарыңыз жату керек деп айтылған болатын. Егер сіздер оны бір күн бұрын беріп қойсаңыздар, олар келесі сабақта менің білімім осылай бағаланады деп ойланады. Үй тапсырмасын орындау үшін жан-жақтағы таныстарымен хабарласады, әйтеуір бір жолын табады. Енді бағалау критерийлары, мен бүгінгі сіздерде осы тақырыпта өтетін семинар бойынша қандай әдістер арқылы, қандай критерийлар бойынша мен сіздерді бағалаймын. Мына жерде 5 критерийді сіздерге жазып қойғанмын. Бағалау критерия бойынша екінші тапсырма, бұл сәйкестендіру тесті берілген. Сіздерге таныс, кестенің сол жағындағы сабақтың сипаттамасына қарап, оң жағындағы сабақтың түрін сәйкестендірулеріңіз керек. 4 сабақтың түрі берілген, сипаттамасымен соны сіздер сәйкестендіресіздер. Яғни жауаптарын табасыздар. Үшінші тапсырма. Екінші тапсырмада берілген сабақтың сипаттамасына қарап, сіздер Вен диаграммасы арқылы салыстырасыздар. Бұл жерде аралас сабақ пен жаңа білімді қалыптастыру сабағының айырмашылығын сіздер табуларыңыз керек. Енді 4-ші тапсырма критериалды бағалау. Яғни сіздер бағалау парағын алдын ала білім алушыға жіберетін болсаңыздар, мен мына жерге оқытушының бағалау парағы деп жазып қойдым. Бірінші, кроссворд арқылы тақырыпты анықтау, сәйкестендіру тесті арқылы сабақ түрлерін анықтау, Вен диаграммасы арқылы жаңа сабақты түсіну, салыстыру. 4-ші критериалды бағалау, 5-ші инсерт әдісі арқылы БББ кестесін толтыру. Барлық балдар санын есептейсіздер. Одан кейін сол балдарды параметрлардың, критерий параметрларының санына бөлесіздер, сол кезде орташа балдарыңыз шығады. Сабақты қорытындылау үшін, өзіңіздің сабағыңыздың қаншалықты дұрыс өтілгендігін білу үшін, бүгінгі сабақта нені білетіндерін, нені білгендерін, нені білгілері келетінін, сабақтың ұнағанын, несімен ұнағандығы,
Алдағы уақытта қалай өткенін қалайтынын ескере отырып, келесі сабақтарыңызды бүгінгіден де керемет өткізуге тырыссаңыздар, өздеріңіздің сабақтарыңызға толық сараптама жасасаңыздар, ешқандай мінсіз және кемшіліктерсіз сабақ жүргізе алады деп мен сіздерге сенім арта аламын. Мен бүгінгі оқыту семинарымда белсенді оқу әдістерінен қандай әдістерді қолдандым және оның тиімділігі неде, ол әдістер менің сабағымда өткізген іс-шараларымда қолдау алған. Сондықтан сіздерге ұсынып отырмын. Бірақ әдістер өте көп. Соның ішінде өздеріңізге қажеттілерін алуларыңызға болады. Мен жалпы почтаға жүктеп қоюыма да болады. Бүгінгі семинар сіздерге ұнады ма, несімен ұнады? Алдағы уақытта қандай тақырыпта оқыту семинарларының өткенін қалайсыздар? Бүгінгі семинар бұл негізінде жас мамандарға, жаңадан еңбек жолын бастаған оқытушыларға қажет. Ал ортамызда әртүрлі біліктілік санатындағы оқытушылар қызмет істейді. Алдағы уақытта сіздер өз сабақтарыңызда қай жағы жақсы жүзеге асырылып, қандай нәтижелерге қол жеткізіп жатырсыздар, тәжірибелеріңізбен бөлісулеріңізге болады. Осымен семинарымды аяқтаймын. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.